Жапырақ ертегісі. Көктем келді. Аққайың бұтақтарындағы өркендер де шетінен бір жарып жапырақ жаюда. Тек кенже бүршік қана асыға қоймады. Бірақ күннен күнге жылуы күшейе түскен күн сәулесі аймалай жүріп, оны да қауызын жарып шықпасына қоймады. Бойына жылу жүгіріп, еснеген бүршік кенет жарыққа шықты. Демде жасыл жапыраққа айналды. Ол өзін қоршап тұрған табиғаттың сұлулығын көріп, қайран қалды. Табиғат қандай әдемі еді. Жапырақ жан-жағына көзі тоймай қараумен болды. Құстардың сайраған көңілді үніне құлақ түрді. Самал желмен тербеле бақытты күй кешті. Бір күні күн суыта бастады. Жауын жауғаннан кейін бойы мұздады. Жапырақтар сары, қоңыр, қызыл түске боянды. Аспанды жиі-жиі бұлт торлайтын болды. Бір күні ол аққайың анадан табиғаттың бұл өзгерісінің сырын сұрады.